Hello, my friends. Сәлем достар. Сіздермен бүгін біз алғашқы сабағымыз demonstrative pronouns сүйчеп есімдігін өтеміз. Сүйчеп есімдігі ол бір затты меңзеп, көрсетіп, сіз деп айтқанда қолданамыз. Demonstrative pronoun сүйчеп есімдігі. Олар қандай болады? Қазақшасы анау, мынау, аналар, мыналар. Біріншісі this is дегеніміз мынау. Мыналар дегеніміз these are болады. Екіншісі that is және those are. This is және these are дегеніміз ол біз жақын жердегі затты көрсетіп айтқанда қолданамыз. Біріншісі this is мынау. Ал these are мыналар. That is анау. Those are аналар. This is және these are жақын жердегі затты айтқанда қолданамыз. Жақын жердегі. Ал that is және those are ұзақ жердегі. Енді мысал келтіретін болсақ, біз өзімізге бір зат, мысал кітап жақын жерде тұр. Оны қалай айтамыз? Мынау кітап. This is a book. This is a book. Мынау кітап. Мыналар кітаптар, ол these are books. Егер кітап алыс жерде тұрған болса, that is a book. Кітап алыс жерде және екі кітап болса, those are books. Аналар кітаптар. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. See you later. Goodbye.